Сәлем достар, бүгін біз есте сақтауды жақсарту туралы айтамыз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Менің памятым нашар, тез ұмытып қаламын деген сөздерді жиі айтасыз ба? Онда бұл видео сіздерге арналған. Себебі адамның есте сақтау қабілеті үнемі жақсы деңгейде бола бермейді. Бұрын қарт адамдардың есте сақтауы нашарласа, қазір жастардың арасында есте сақтау қабілеті төмендері өте көп. Қазір айтқан сөзді сол сәтте ұмытып қалатынымыз рас. Оның бәрі қазіргі ақпараттың өте көп болуынан. Бірақ миды шынықтырсақ, есте сақтауды да жақсартуға болады. Қазір миға арналған көптеген жаттығулар, әдіс тәсілдер бар. Біз сіздерге миға ең тиімді әрі жалықтырмайтын жаттығулармен бөлісеміз. Ең бірінші жаттығу түрлі түсті сөздер деп аталады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай түс атаулары әртүрлі түспен жазылған. Сіздің мақсатыңыз осы сөздерді өз түсінде оқу. Мысалы, сары деген сөз қызыл түспен жазылған. Сіз қызыл деп емес, оны сары деп оқуыңыз керек. Оқып болған соңынан басына дейін тағы да оқып шығыңыз. Бұл жаттығу күрделі көрінуі мүмкін. Себебі миымыздың оң жағы түсті айтқысы келсе, сол бөлік сөзді айтқысы келеді. Осылайша сіз миыңыздың екі бөлігінде жаттықтырасыз. Бұл жаттығу Альцгеймер ауруының алдын алуға көп көмегін тигізеді. Келесі жаттығу Шульте кестесі. Бұл жаттығу тез оқуға, назарды ұстап тұруға көмектеседі. Кестені өзіңізден 30-35 сантиметрге алшақ ұстаңыз. Назарыңыз кестенің дәл ортасында болсын. Бірден бастап 25-ке дейін өсу ретімен сандарды табыңыз. Дауыстап айтпай, ойша айтып көріңіз. Бұл жаттығуды жаңадан бастағандар 1 минутта, ал үнемі жасап отыратын адамдар 10 секундта жасай алуы керек. Ең бастысы, назарыңыз ортада болғанда көзіңізбен сандарды іздеп қозғалмау. Ортаға қарап, айналасындағы сандарды анық көре алу. Шульте жаттығуының арқасында сіз ақпаратты тез есіңізде сақтап аласыз. Үлкен мәтіндермен немесе жаттау керек ақпараттармен жұмыс істеу өте оңай болады. Келесі жаттығуды екі қолмен екі түрлі белгіні жасайсыз. Бір сәтте екі қолмен екі түрлі белгіні көрсету оңай көрінгенмен, жасағанда әбден шатасасыз. Осы жаттығуды көп жасасаңыз, бір сәтте бірнеше жұмысты қатар атқара аласыз, және сізге бір жұмыстан екіншісіне ауысу оңай болады. Соңғы жаттығуымыз екі қолмен қатар жазу. Леонардо да Винчи, Николай Тесла, Пол Маккарти, Бенджамин Франклин сияқты танымал тұлғалар екі қолын бірдей басқарған. Ол үшін қос бетке екі қаламмен немесе қарындашпен геометриялық пішіндер, сандар, әріптерді жазып көріңіз. Ең маңыздысы екі қолмен бірдей жазу. Осы жаттығудың арқасында сіз бір сәтте бірнеше жұмысты қатар жасауды үйренесіз. Адамның есте сақтау қабілеті тұрақты бола бермейді. Уақыт өте келе нашарлап, ұмытшақтыққа келіп соқтыруы да мүмкін. Сондықтан есте сақтау қабілетін тұрақтандыратын түрлі әдіс тәсілдер мен қарапайым қағидаларды ұстанған дұрыс. Миымыз әдеттегі күнделікті бір сарындылықты бұзғанды жақсы көреді. Жаңа мақсаттар, жаңа ойлар миға күшті серпін береді. Сондықтан айналамызға зер салып, бұрын байқамаған нәрселерге, мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мына адам қандай адамға ұқсайды? Сөмкемдегі кітаптың сыртында қандай сурет қай жерде тұр? Жұмысымдағы қыздың кеше қандай киім киіп келді деген сияқты қызықты сұрақтарға жауап беру миымызды ойландырады. Миыңыздың жұмыс істегенін қаласаңыз, оған уақыт бөліңіз. Оны қозғаңыз. Сонда ғана әр нәрсенің шешімін тез табатын ұшқыр ойлы адамға айналасыз.